Саламатсыздар. Бүгін сіздерге кәдімгі үйде бар қолжетімді картоптың адам ағзасына пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Картоптың құрамында С, 1, 2, 6, 9 дәрумендерінің бай көзі С, фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75 су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес. Тек құрғақ жерде сақтау керек. Арамыздан мен картоп жей алмаймын, немесе маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді, тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтарын, чипс, тағамдық құнарлылығының аздығына және зияндығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністі алғаш рет осыдан 12 000 жыл бұрын үнді тайпалары өсірген екен. Есіңізде болса, картоптың шығу тарихын, оның таралуын біз сіздерге бұған дейін әңгімелеген де болатынбыз. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамындағы кальций және калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз. Сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдануына кеңес беріледі. Оның құрамындағы балластық зат асқазан ішек жолының жұмысына пайдалы әсер етеді. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл иекке пайдалы әсер етеді. Сондай-ақ өсу процестеріне қатысады. Сондықтан ол жас балаларға өте пайдалы. Темір иммунитеттің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл-күйді болдырмайды. Картоптың ағзаңызға берер пайдасын біліп алдыңыз деген ойдамыз. Ал картоптың зияны қандай? Әдетте, салмақ тастағысы, азғысы келетіндер өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндылығы оның құрамында көмірсулар мен жасұнықтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасында қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы, картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жегеніңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Картоптан жасалатын бет терісіне арналған маскалар мен картоптан түрлі дәмді тағамдар жасаудан хабардар боларсыз. Мұнан басқа картопты үй тұрмысында ем-дом ретінде пайдалануға да болады екен. Кейбір адамдардың табанында қатайған тері, мозоль пайда болып жатады. Әсіресе биік өкше аяқ киімнің ыңғайсыз болуынан күс пайда болып, оны кетіре алмай әбігерге түсеміз. Мұндайда картоптың көмегіне жүгініңіз. Табанға шикі картоп тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стақан үгітілген картопқа 1 шай қасық бал қосып араластырады. Осыны дәкеге салып қатайған теріге жапсыра орайды. Сыртынан шылқиып 2 сағаттай жүру керек. Мұндай рәсімді күніне 2-3 рет қайталауға болады. Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта 1 тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 мыңыз дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С, Р және В тобындағы дәрумендер мен калий, кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, иод, фтор және фосфор элементтеріне бай. Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта 1 тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 мыңыз дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Атап айтқанда, аяқ пен қол сіңген жағдайда картоптың қабығын ашып үккіштен өткізесіз. Үгілген картопты ісінген жерге жағып 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын түкте сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады.
Ол үшін 2-тен өткен шике картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қыжылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Күніне 3 рет таңертең аш қарынға, түсте астан жарты сағат бұрын, кешке ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн демаласыз. Қайнаған картопты тапты, асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратында қасиетке. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізіп қоюы керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картоп жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоппен күйген терені, қышыманы емдейді. Ол үшін шике картопты 3-тен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда қайнаған картоптың буымен емделуге болады. Ал көмей мен жұтқыншақ қабынғанда шике картоп шырынымен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын 1-2 стақаннан ішесіз. Шамамен 5 минуттан соң 1 стақан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Емді қолдану мерзімі 2 апта. 10 күн үзіліс жасап, емді қайталау керек. Осындай тәсілмен емді 3-4 курс қайталаған дұрыс. Бұл ұйқы без ауруларына ем болады. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.